күн боранда біздер де Сулы фестке барайын деп жатырмыз. Трассада осылай ГАИ тоқтатыпты. Барықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін 14 желтоқсан, Атырауда Сулы фест өтейін деп жатыр. Жаңа жылдық жәрмеңке. Соған біздер Азамат, Ақбота, Айзере деген компаниямен кетіп бара жатырмыз. Бұйырса, күшті влог болады деп ойлаймын. Күніміз күшті өтсін. Атырауда бұндай жәрмеңке бірінші рет болайын деп жатыр. Сулы ұйымдастырып жатыр екен. Соған Ақботаға, Айзереге деп билеттер сатып алып бердік. Жаңа жылдық подаркымыз деп ба? Жалпы қыздар қайда баратындарыңды білесіңдер ма? Айзере білесің ба қайда баратыныңды? Вообще білмейсің да? Вообще білмеймін. Бұл жәрмеңке болады. Ішінде мен де білмеймін не болатынын деп. Бұл жәрмеңкенің хедлайнерлері Еңлік пен Айқын келеді екен. Оған қоса концерттік бағдарламалар және де тағы да қызықты мероприятиялар өтеді деп бізге реклама жасаған болатын. Мен сол рекламаның жертвасымын деп. Соған төртеумізге билет алып, қызымызды нағашыларына тастап қыдырып кетіп бара жатырмыз. Осыған дейін ауа райы жақсы болып тұрған, тап осы күні білмеймін, боран соғып, үйлердің төбелері, шатырлары ұшып, кәдімгідей төтенше жағдай болып жатыр негізі. Бірақ соған қарамастан шығып бара жатырмыз деп. Соның бәріне төзе жүрген мына менің байыма рахмет. Мына түріме қараңыздаршы, балшық болып жатырмын. Бұның себебі мен бүгін Сулы фестте iPhone 17 Pro ұтып алдым. Кәдімгі эйфория мен отырған кезде сіздермен бөлісіп алайын деп жатырмын. Бұйырса менен анпакинг күттіңіздер. Мына Сулы фестте ұтыс ойыны болды. Сол ұтыс ойынның ішінде ең соңынан iPhone-ды беретін болды, я? Лото ғой, өшім. Содан 10 дәулет нанның корзинасы бар, робот-пылесостар бар, аэрогрилдер бар. Соның барлығын ойнатып жатыр. А менің қолымда 4 билет бар, яғни төртеуміздің билетіміз бар. Сол 4 билет еще розыгрыш басталмай жатып, Азамат маған қой құрсын тоңдық кеттік
кеттік барып бір жерге барып тамақ ішейік деп қоймайды. Мен қоймаймын, жоқ мен қазір айфон ұтып аламын, қазір розыгрышқа қатысуым керек деп қоймаймын. Екеуміз сол жерде ұрысып қала жаздадық қой. Ешкімге білдіртпей екеуміз былай сөзге келіп қалдық сол жерде. Содан тоңсаң бар ішке бар отыра тұрыңдар деп қыздар кетіп қалған, тоңып отырық деп. Сосын мен до конца тұрым қарап, жаңа номерлердің барлығын айтып жатыр. Андай барлығынан бір цифрдан бір басқаша болып келеді да, мысалға 26-63 болса, 20 басқаша, 26-62 деген сияқты қылып басқа бір номермен шатастырып келеді да. Тоо деп отырық. Содан ең соңында екі не қалды деді, приз қалды деді. Біреуі жаңа Риксіз Ақтауға 2 күнге жолдама деді. Сосын екіншісі iPhone 17 Pro деді да. И азамат тұр екен қасымда айтады, мен дейтін жаңағыдай, мә Ақтауға отырсақ бұл екен, ең болмаса жаңағыдай 4 билетті 40 мыңға алдық қой, сол 40 мыңның ақшасын шығарып алсақ қой деп тұр ғой енді, Ақтауға барып келсек деп. Мен ойымда жаңа Ақтауға біз бару үшін тағы да Ақтауға билет алуымыз керек, оған тағы ақша шығарамыз деп қоямын ғой. Тек қана 2 күн үшін жарайды деп. Бұл болмаса болар, бірақ маған iPhone керек деп ішімнен аладан сұрап тұрмын. Аллахым, мен бұған мұқтажбын. Мен видеомның качествосы күшті болғанын қалаймын. Маған күшті iPhone керек. Мына iPhone-ды маған берші, мен отайыншы деп тұрмын ғой, жаңағыдай YouTube-қа күшті качестволы видеолар түсіру үшін. Содан ішімнен тілеп тұрмын. Бір номерді атады, ол номер адамы болмай қалып, сол жерде келесі номер менің 4 билетінің ішіндегі бір номерді айтқан кезде қуанғаннан қолымда азаматтың да телефоны, өзінің де телефоным жүгіріп құлап ана жерде сценаға шыққанша. Содан дейтін балшық болып қолым қанап, оны даже сезіп жатқан жоқпын қолымның қанап жатқанын. Сөйтіп сценаға шығам, ведущий айтады ғой, жүргізуші айтады маған, сізде қандай телефон қазір дейді. Сосын мен айтам, менде 13-ші iPhone деймін ғой. Онда ескісін маған беріп, жаңасын алыңызшы дейді. Жоқ, ескісін бере алмаймын, күйеуіме беремін деп қалжыңдап қоямын ғой. Ол күледі маған. Қазақтар дейтін сондай, өзінің қазақтың әйелдері сондай, өзінің ескі телефонын күйеуіне, күйеуі балдарына береді дейді. Сондай бір қалжыңдап, үстімнің балшық екенін көріп, сөйтіп iPhone 17 Pro ұтып алдым, бірақ оны ешкім түсіре алмады. Енді бұйырса фотолар шығып жатса, осы жерге прикрепить етіп қоямын. Міне соған дәлел, мына жерде iPhone-ның несі тұр, iPhone-ым тұр. Міне 17 Pro бұйырса қазір unpacking жасаймын келесі кадрларда. Соған қыздарға жуып жатырмын, мына жақта KFC алып бердім. Қыздар қалайсыңдерге, ұнады ма Сулофест? Атмосфера вайбральная, күн салқын болды, боран болды. Айжира, тебе как? Нормально, отлично. Ой, жақсы, нормально. Асыл, сен қалай? Өте керемет, жас әсердемін. Құтты болсын жанымда. Рахмет. Рахмет. Оқырмандарымды қуантып, жақсы кадрлар түсіре бер. Бұйырса блогер болуға тағы да бір себеп. Осы соңғы видеода еще айтып жатыр едім. Мен бұйырса ютубым 100 подписчик болайын деп жатыр. Азамат ертең маған мереке ұйымдастырады деп ойлап жүрмін. Міне iPhone 17 бар енді, iPhone ютубтағы 100 подписчигіме деп па. Өзіме подарка болғандай болды ғой. Алла шүкір, осы күнге жеткізген. Бүгін Сулофест өтіп алған iPhone-ға unpacking. 17 Pro 256 гигабайт iRepublic магазиннен сатып алған екен. Қасында еще стеклосы менен чехолы бар. Ал кеттік unpacking жасайық. Мен қалаған түсте екен өзі. Бисмиллах. Аллаға шүкір. Өзім жасағатын unpackingті. Цветің қара. Бөлікті. Надо, өзім ашайын дедім, ашқан ашайын ба? Ашайын. Ашайын ба, точно? Иә.
Күшсінай. Соның сим карта салатын жері бар. Есім екен деп ойлап едік. Сим карта салатын жері бар екен. Мына камераны қосатын жері ғой да? Мен даже обзор қарамағанмын ғой. Мен? Иә. Жаңа жылға күшті сыйлық болды ғой бұл. Hello. Бұны енді маған азамат жасап береді. Настройкалеріне. Пока өшіре тұрайық. Не заттар екен? Ананы өшіріп тастайтыны. Мынадай болып тұр. Өшіретіні. Дауысын өшіретін мынадай емес. Басқаша. Мына дауысты қосатын, азайтатын. Ал мынау. Мына өшіретіні. Блокировка салатыны. Камера қосатыны. Цветің қара күшті да. Чехлын сразу тақсақ. 17 Pro'ның чехлының стықылысы. Простой чехол. Простой чехол. Әзірге осыны тақып қоя берейік. Сыйлыққа мін тақпайды деген. Күшті. Міне телефон, жаңа телефон. Түсі вообще өзім қалаған түс болып тұр ғой. Необычный. Күшті. Рахмет. Прям қуанып тұрмын кәдімгідей. Бұның уже қайнатам көрімдігін де беріп саған ғой. Бұл уже қалтасына салып қойыпты. Көрімдікті. Телефон менікі, көрімдік азаматтық болып тұр. Менімен бірге қуанғандарыңыз үшін рахмет. Надеюсь, қуандыңыздар дейсің. Комментарийге жазуға болады. Құттықтауларды оқып, менде бір қуанып қалайын. Бұйырса, енді контентім жақсы качествомен болады деген үміттемін. Сулы фест организаторларына көп рахмет.